Құрметті депутаттар, біріншіден менің кандидатурамды қолдап, сенім көрсетіп, бір ауыздан дауыс бергендеріңіз үшін үлкен ризашылығымды білдіремін. Енді өмір жолымның бірқатар уақыты осы парламент қабырғасында өтті. Енді сіздердің сенімдеріңіздің арқасында әрі қарай осы жұмысты, абыройлы жұмысты бірге жалғастырамыз деп мен ойлаймын. Парламент мәжілісіне жетекшілік ету, бұл әрине мен оны жақсы түсінемін, бұл ерекше мәртебе. Бұл Қазақстан халқы мен мемлекет басшысының алдындағы зор үлкен жауапкершілік, және де сол зор үлкен жауапкершілік жүктейтін айрықша маңызды қызмет. Енді бәрімізге белгілі, бүгін біз ел тарихының даму кезеңінің біз бір ең жауапты кезеңінде тұрмыз. Осы кезеңде президентіміз жан-жақты және түбегейлі реформалар ұсынатынын атап өтті. Енді бұл реформаларды сапалы заңдармен қамтамасыз ету, бұл біздің барлығымыздың, әсіресе осы мәжіліс депутаттарының ортақ міндеті.